Anашım, Al kızım. yanınıza otursam болады mı? Ya kelip otura koy. Anашым, не оқып отырсыз? Ay men ауруулар жайлы дәрілер жазылған екен, сол дәрі жайлы оқып тұрғаным ғой. Анашым, сізден бір нәрсе сұрасам болады ма? Ya сұрай ғой жаным. Маған отбасылық құндылықтар дегенді түсіндіріп беріңізші. Отбасылық құндылықтар деген ата-ананың балаға деген, баланың ата-анаға деген, бір-біріне деген құрметі, бір-біріне деген мейірімділігі, бір-біріне деген сүйіспеншілігі, таусылмас махаббаты, бір-бірін ата-ананы құрметтеу керек балдары, айтқанын қылу керек, тәртіпті болу керек, отбасының ауызбіршілігі. Солай деңіз. Анашым, енді маған ежелден ата-бабадан келе жатқан салт-дәстүрді түсіндіріп бересіз бе? Ya жаным, ата-бабадан келе жатқан салт-дәстүрлер өте көп. Соның ішінде айтар болсақ, мысалы, сен туылғаннан бастап шілдехана деген жасаймыз, шілдехана деп баламыз туылған кезде. Одан кейін бесік тойын жасаймыз. Одан кейін мектепке бару тойын жасаймыз. Мына ертеректе біздің әжелеріміз киіз басқан, ойып, өрнектеп киіз басқан. Біз соларды өз көзімізбен көрдік. Өте жұмысы көп. Сонда да соған төзімділікпен, қиыншылығына қарамай, көп еңбекпен сол кісілер киіз басып, үйлеріне төсек қылып жайған. Ол кезде қари болған, соларға төсек қылып жайған, әдемі киіз өрнекті жайы болған. Одан кейін мысалы біздер өзіміз бергі жағында мысалы тоқыма тоқыдық, мынандай жіптерден, неше түрлі жіптерден тоқыма тоқыдық, аяққа шұлық тоқыдық. Әжелеріміз мынандай жүндерден, түйенің жүнінен ұршықпен иіріп береді жіпті. Содан тоқыма тоқыдық, нәски тоқыдық, қолбақ тоқыдық, кішкентай қыздарға қалпақ тоқып бердік, әдемі болып. Мұндай салт-дәстүрлер жатыр. Сонысы аталарымыз үлкен ат жаптырып қой жасаған. Қандай керемет? Бұл кезде бәйге болған, бәйгеге ақша тіккен, мал тіккен, марапаттаған, бірінші бәйге, екінші бәйге, үшінші бәйге деген сөздер бәйгелер болған. Анашым, ондайларға біздің жақта нағашыларымыз, туысқандарымыз қатысқан ба? Сенің нағашы атаң сол нағыз несі жаңағы адам әйгілі Аққұсатын менің әкем әйгілі Аққұсатын сонымен айналысады, өзі жаңағы ақты өзі дайындайды, тамағының бәрін өзі береді, өзі дайындайды, Аққұсатын әйгілі. Анашым, бұл ойын ата-бабадан келе жатқан ойындардың бірі ме? Ойындар ата-бабадан келе жатқан ойындардың бірі. Қандай керемет, анашым, енді мен отбасылық құндылықтар мен ата-бабадан келе жатқан салт-дәстүрлерді білетін болдым. Сізге көп рахмет. Жаным.